мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам көпшіліктің жауды қаланың сыртынан тосу туралы тілегіне орай ұрысты ашық алаңда өткізуге шешім қабылдады. Сабыр мен төзім болса, Алла бұл жолы да көмегін аямас. Біздің міндетіміз жігер мен қайратты ұштастыру ғана, деді ол. Күн жұма. Пайғамбарымыз жұма намазын қылдырған соң мұсылмандарға жихад жайында, оның маңызы, оған дайындық туралы кеңінен әңгімелей келіп, жихадта тартыншақтау, кешігу, әлсіздік, сабыр сақтап алған бетінен қайтпаған жағдайда Алладан жәрдем келер. Сабырлы, шыдамды болыңыздар. Сабыр мен төзім болса, Алла көмегін аямайды, деді. Мұнан соң Алла елшісі екінді намазын жамағатпен бірге оқып, Әзірет Әбу Бәкір мен Әзірет Омарды ертіп үйіне барды. Екі айнымас серік пайғамбарымыздың шайқасқа дайындығына көмектеседі. Пайғамбарымыз Сауд Сайманын сайлануға кеткенде сыртта топ-топ болып жиналған мұсылман әскерлерінің назарын Сағд ибн Муаз бен Усайд ибн Худайр аударды. Мәдинадан шығуды қаламаса да, сіздер қаладан шығуды ұсынып тас табандап тұрып алдыңыздар. Ал оған әмір көктен келетінін естен шығармаңыздар. Әлі де болса, бұл істі оның қалауына бергендерің жөн. Соның айтқанымен жүрейік. Манағы дұшпанмен сырт алаңда кездесуге асығып тұрғандардың көбі бұл сөздерден соң тосылып, тіпті өкінген сыңай танытты. Расулла сауытын сайлап, қылышын алып үйден шыққанда бәрі бір ауыздан: «Уа Расулла, сен қаламағанға бізде қарсымыз. Егер қаласаң, Мәдинада қалып, ішкі қорғанысқа көшейік», деді. Расулла саллаллаху алейхи уассалам былай деп жауап берді. Пайғамбар сауытын киіп сайланған соң дұшпанмен шайқаспастан, оның жауымен арасында Алланың үкімі шыққанға дейін сауытын шешінуі жөн емес. Шапшаң бұйрықты орындауға кірісіңдер. Алланың атын ауызға алып жолға шығыңдар. Шыдам мен сабыр көрсеткен сайын Алланың көмегі жететін болады. Мұсылман әскерінің жалпы саны 1000-ға жуық еді. Яғни небәрі Құрайш қолының 1/3-індей ақ. 100-і ғана сауыт киінген. Армияның 3 байрағының біреуін Мусхаб ибн Умайр, әуістердікін Усайд ибн Худайр, хизраждардікін Хубаб ибн Мундир ұстады. Мұсылман қолы сапарға дайын. Пайғамбарымыз атына мініп, садағын иығын асып, найзасын қолына алды. Мәдинада орнына Абдулла ибн Уммі Мактумды қалдырды. Сауыт киінген 2 сахаба Сағд ибн Муаз бен Сағд ибн Убада алдында, мүшәһиттер оңында солында ілгері жылжыды. Ислам әскері Сәния төбесіне жеткен. Пайғамбарымыз арт жақтан қалың нөпір әскердің келе жатқанын көрді. «Бұлар кім?» деп сұрады Расулла. Мүшәһид сахабалар Абдулла ибн Убай бастаған яһудилер мен олардың одақтастарынан құралған 600 адамдық әскер қолы, деп жауап берді. Олар мұсылмандықты мойындады ма? Жоқ, деген жауапты ести сала, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: жылдан барып кері қайтарыңдар, олардың көмегіне зәру емеспіз, деді. Ислам әскері Шайхайн төбесіне келгенде Алла елшісі әскерді бақылап арнайы тексеріп шықты. Сол жерде 15-ке жуық жас балаларды саптан шығарып қалаға қайтарды. Жас жеткіншектердің кейбіреулері тайсалмай мүшриктерге қарсы соғысқысы келетіндіктерін айтып, саптан шығармауын өтініп тұрып алды. Солардың бірі Рафиқ ибн Хадиш еді. Бойының қысқалығын білдірмес үшін кішкентай мүшәһид аяғының ұшымен тұрып, ұзын көрінгісі келіп әлекке түсті. Расулла оны байқамай қалған жоқ әрине. Бір сахабаның «Уа Расулла, Рафиқ оқты дәлдеп атады» деген қолдауынан соң барып саптан шығармайды. Рафиқтың әскер қатарында қалғанын көрген
Самура ибн Жүндуб та әкесіне жалбарынып, мен күрескенде Рафикті жеңем ғой ылғи да, мені де әскерге алсыншы дейді. Әкесі Мурай ибн Синан баласының тілегін пайғамбарымызға жеткізді. Расулла екі баланы күрестіріп, Самураның расында да Рафикті жеңгеніне куә болған соң, бала көңілін қимай, оны да қатарға тұрғызады. Небәрі 14-15 жастағы бұғанағы қатпаған жас сахабалар жан-тәнімен мүшахидтер сапында соғысуға ұмтылғанды. Пайғамбарымыз әскерлерін бастан аяқ бақылап болған соң, күн ұясына батуға таяған. Біраздан соң Біләл Хабаши намаз шамның азанын оқыды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мошахидтерге намаз қылдырды. Құптаннан соң әскерлер жатып тынығуға ыңғайланды. Мұхаммед ибн Мәслама бастаған 50 әскерге күзетшілік міндетті жүктелді. Құлқын сәріден жиналған мұсылмандар қолы Ухудқа қарай бағыт алды. Екі жақта бірін-бірі көре алатындай қашықтықта, қарсы беттен дұшпан әскері анық көрінеді. Мүшахидтер майданда таң намазының азаны оқылып көк гөрлегендей әсерде. Мұсылмандар сапқа тізіліп, қаруланған күйі ұлы имамға ұйып, жаудың көз алдында намаздарын оқып шықты. Сонан соң пайғамбарымыз сақтық мақсатымен сауытының үстінен екінші бір сауыт тақиясының үстінен темір дулыға киеді. Екі жақ қарама-қарсы орнықты. Әркім өзінше ұрыс тәртібін қадағалауда. Дәл сол сәтте жол бойы тартыншақтап келген Абдулла ибн Убай ортаға шығып айқайға басты. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам жап-жас жігіттердің сөзіне еріп, менің айтқаныма құлақ аспады. Ей жұртшылық, біз мына жерде не үшін жан беруіміз керек, түсіне алмадым, деп қауымнан және мұнафиқтардан құралған 300-дей әскермен саптан шығып кері қайтты. Мұнафиқтар кеткен соң ислам әскерінде бас аяғы 700 кісі қалды, яғни Құрайыштың 4-тен 1-дей ғана. Абдулла ибн Убай мұнафиқтарды ғана емес, мұсылмандарды да ертпек болды. Оның айтқанына құлақ асқан Салима және Хариса руының кейбір жігіттерінің ойы бұзылып, 200-лерге қосылмақта болды. Бірақ Алланың құдіретімен олар лезде күмәндарынан айығып, алған беттерінен қайтпауға бекінді. Мұнафиқтардың соғыс майданында ислам армиясынан бөлініп Мәдинаға кері қайтқанына қатысты төмендегі аят түсті. Екі жақтың әскерлері бетпе-бет келген күні сіздерге келген қиындықта Алланың әмірімен болды. Бұл Алланың мүминдерді бөліп, мұнафиқтардың нақты бөлінуі үшін. Оларға келіңдер, Алла жолында шайқасыңдар, немесе тосқауыл қойыңдар делінді. Біз шайқаса алатын болсақ, міндетті түрде арттарынан ерер едік, деді. Олар ол күні иманнан көрі көпірге жақын еді. Ауыздары мен жүректерінде жоқ нәрсені айтатын. Алла олардың жасырған нәрселерін өте жақсы біледі. Әли Имран сүресі 166-167 аяттар.